Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде тақырыбымыз noun болады. Noun дегеніміз бұл бізде зат есім. Білесіздер, кім және де не деген сұрақтарға жауап береді зат есімдер. Осы зат есімдер екіге бөлінеді. Countable және де uncountable. Countable деген саналатын зат есім, uncountable деген саналмайтын зат есім. Бүгін біз countable noun'ды өтеміз, саналатын зат есімдерді. Саналатын зат есімдер екіге бөлінеді. Singular және де plural. Singular дегеніміз жекеше, plural дегеніміз бізде көпше. Енді осы плуралға, көпше түрдегі зат есімге біз аяқ жағына жалғауымыз керек. Қазақ тілінде лар, лер, дар, тер деген жалғаулар. Мысалы, кітаптар, дәптерлер, үйлер, айналар деген сияқты. Осы лар, лер, дар, тер деген жалғауларды ағылшын тілінде қалай қолданады екенбіз. Бізде s деген жалғау болады, es деген жалғау болады. Es деген жалғауда егер біздің зат есіміміз ч, ш, x, S, O деген әріптермен аяқталатын болса, біз оған ES деген жалғау жалғаймыз. Келесі, IES деген жалғау болады. Егер IES деген жалғауды жалғаймыз, егер біздің зат есіміміз Y-ға аяқталатын болса, Y-дың алдында дауыссыз әріп тұратын болса, біз оның алдына, одан кейін Y деген әріп бізде IES-қа айналып кетеді. Келесі, егер біздің зат есіміміз F деген әріппен аяқталатын болса, онда бізде VS деген жалғау жалғанады. Мысалы, book деген кітап, кітаптар дегеніміз books. Brush деген бізде щетка, щеткалар дегеніміз brushes. Неге? Себебі ш деген әріппен аяқталып тұр, сондықтан біз оған еш жалғаймыз, көпше түрге айналдыру үшін. Dress деген көйлек, dresses деген көйлектер s-пен аяқталып тұр, сондықтан біз оған es жалғаймыз. Toy деген ойыншық, toys деген ойыншықтар. Y-ға аяқталып тұр, мені көріп тұрсыздар, бірақ Y-дың алдында дауыс әріп тұрғандықтан біз деген оны ешқандай өзгеріссіз қалдырамыз. Baby дегеніміз бала, бөпе деген сөз, бөпелер дегеніміз babies. Y-мен аяқталып тұр екеуде, бірақ мына жерде Y-дың алдында дауыссыз B деген дауыссыз әріп. Сол тұрғандықтан біз мына жерде IES жалғаймыз. Y деген әріпіміз жоқ болу керек, оның орнына IES келеді. Shelf деген полка, полкалар дегеніміз бізде shelves. Енді сұрақ сіздерге. Box дегеніміз коробка, коробкалар дегеніміз ағылшын тілінде қалай болады?